келген сәт ол үйге келін әкелуі. Ал үйге келін әкелгенде оны үйдегілері білмесе, бұл өте қызық. Үйде аға мен жеңгем жоқ екен. Мә, көрініп. Жеңгемнің халатын киіп ал. Қазір аға мен жеңгемді кеп қалуы мүмкін. Сен осында отыра тұра, мен қазір келем. Жаным, мен қобалжып тұрмын. Осы сен қараптан қарап неме қобалжисың? Бүгін сенің аға жеңгеңмен танысам ғой? Олармен танысқан сен 30 жыл болды ғой? Енді қобалжып. Сен халатын киіп алып шық. Менің 8 мыңды халатымды. Апай, бұл базарда 4,5 мың теңге тұрады. Мынау несі, айт. Мынау гүлім несі? Тұр, дашадан дос сен. Сүр кетіп болғаннан басқа. Екеуміздің отау құрамызға 30 жыл болды ма? Соған арнап сыйлық қылып гүл алып келген ғой. Сені халат иман шатастырып ал. Жандос, алдама. 30 жыл сыйламаған гүлді бүгін сыйлағым келіп қалды ма не? Жандос, мынадаған қарағанда мен жас көрінем ғой, Құдай-ау. Сен осы адам тыңдайсың ба, жоқ па? Айттың не, айтпадың не саған? Жандос, тоқта! Құшақтап жүрма не? Және ағам мен құшақтап кеп. Аға? Ағам өз сондай қызық адам, енді ренжімеш жаным мен. Ренжімем аған, е? Қайта сағынған оны уақыт өткізді біледі екен. Ренжімеш бол. Жібер ағам, қайным жібер. Жібер ағам тоқал. Түсінді шаң? Ағам тоқал? Ағам тоқалын жібер. Дұрыс түсінбеді жеңеше. Бұл менің болашақ жарым. Үйге келін қылып кіргізейін деп жүрмін ғой. Кіргізейін деп жүр. Ағам бірінші орын деп қойды. Шешесіне қарап қызын ал деп. Шешесіне қарап қызын ал деп. Атаң баста әкесіне қарап жүрсің. Мен қойшы өмір сіздерге жақпаймын. Шәкірт ақын шымара тұрғызып атсыңдар ғой осы үйде. Жүр. Алтын қайным. Жеңгем. Менде бір қуаныш бар ғой, жеңге бір қуаныш. Ұрмай айт. Жеңгемен де бір қуаныш жаңалық. Мен сізге өзімді жігітімді алып келіп тастағанға. Жігітімді алып келіп. Біз не сендерге немене? Кіріп шыға берді Қырғызстанның шекарасы ма? Ар жақта жүрген. Жако. Сиконай. Не болғансың ба? Жеңе дейсің бе, жаным? Киім ұстап бересің ба? Далада жаңбыр суып қалып қызарып киіндеші. Бергет так. Мынау так колесті осы. Ағамдікі. Ертең мен қазір тамақ ішкелейін, е? Таза? Жоқ, ішкелейін, тас ескелейін.
кеттім жаным.